Саламатсыздар ма, құрметті Жаһанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж студенттері. Сіздермен байланыста колледж психологы Назерке Хамитқызы. Кей кездері бойымызды теріс ойлар билеп, жағымсыз эмоцияларға берілуіміз мүмкін. Осы жағдайлардың алдын алу мақсатында сізге бейне ролик ұсынбақшымын. Жаман ойлардан арылудың ең оңай тәсілдері қандай? Керек жерін қойын дәптеріңізге жазып алып, тәжірибе жүзінде пайдаланыңыз. Біріншісі, ары қарай не болатынын бақылаңыз. Біз кез келген қиын жағдайда тез шешім қабылдауға бейім келеміз. Сол себепті ісін-ашарға шауып, қателіктерге бой алдыруымыз мүмкін. Сондықтан да әр мәселенің қалай өрбитінін жай ғана бақылау керек. Бір сөзбен айтқанда, әліптің артын баққаныңыз жөн. Екіншісі, кінәліні іздемеңіз. Өткен істі ой елігінен өткізіп, біреуге не өзіңізге кінә артуға болмайды. Өткені әр істе тек бір ғана адам кінәлі болмайды. Жаман ойлардың басты себебі біреуді кінәлаудан туындайды. Үшіншісі, ең басты жауымыз ашуымыз. Ашу үстінде ауыр ойлардың жетегінде кетуіміз мүмкін. Ол жағынан біздің ашуымыз өзімізге жау. Ашуды жеңудің ең оңтайлы тәсілі жаяу қыдыру, медитация, әртүрлі жаттығулар жасау. Ашуланып тұрған кезде жалғыз қалып, тыныштануға тырысыңыз. Төртіншісі, өзгелер мен туралы не ойлайды деп бас қатырмаңыз. Өзгелер сіз туралы не ойласа да, сіздің шын мәнінде жан дүниеңізде не болып жатқанын ешкім білмейді. Сол үшін сізге өзгелердің ойы маңызды болуы ең үлкен қателік. Бұл сіздің уақытыңызды алады, әрі жүйкеңізді жұқартады. Бесіншісі, шын мәнінде олай емес. Сіз не ойласаңыз да, шын мәнінде олай болмауы мүмкін. Сол себепті ішіңізде тек жаман ой болатын болса, ол сіздің ішкі қорқыныштарыңыздың әсерінен. Қорқыныштардан арылыңыз. Біздің эмоцияларымыз физикалық жағдайымызға байланысты. Алтыншысы, сіз шиқыршы емессіз. Жаман ойлар көбінесе өткен іске байланысты болады. Егер де деген тіркестің салдарынан өткен іске талай өкінген боларсыз. Өз-өзіңізді қинамаңыз. Өткен іс өтті. Оны өзгертетіндей сіз сиқыршы емессіз. Өткен іс түгелі 1 секунд бұрынғы әрекетіңізді өзгерте алмайсыз. Жетіншісі, қиянат жасаған адамды кешіріңіз. Бұл оңай дей алмаймыз, бірақ сіз үшін ең дұрысы осы қадам. Сізге солай жасады. Бұл сатқындық. Алайда сатқындық жасаған адам үшін емес, өзің үшін кешіру бұл ең дұрыс шешім. Әрі жаман ойдан арылудың ең оңай тәсілі осы. Сегізінші, эмоция тудырған себепті анықтаңыз. Қызбалыққа салыну, ашуға берілу, ызаланудың бір себебі тыныштықтың жетіспеушілігі, көңілге қонымсыз жағдайлар. Бойыңыздағы жағымсыз эмоцияны оятатын әрекеттен аулақ болыңыз. Әлдекіммен сөзге келіп қалудан барынша аулақ болу керек. Тоғызыншысы, ұстамды болу. Біз өзіміздің сезімдерімізді басқара алмаймыз, бірақ ойымызды, тілімізді және әрекетімізді басқаруға шамамыз жетерлік. Үнемі көңіл күйіңізді түсіріп, ақылға қонымсыз әрекеттер жасауға апаратын ойдың жетелеп, санаңызды жаулап алуына жол бермеңіз. Ең бастысы, жан дүниеңіз тыныштықта болу үшін эмоцияларыңызды басқарып үйреніңіз. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сізді мазалайтын сұрақтарыңыз болса, төмендегі номерлерге хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.